Дәл қазір интернет желісі Қазақстандағы мақұлық жайлы шулап жатыр. Сіз де бұл видеоны көрген шығарсыздар. Ал егер де бұл видеолар өтірік десем, сенесіз бе? Көріп тұрғандарыңыздай, Қазақстанның оңтүстігінде Амангелді ауылында дәл осындай жағдайлар орын алып жатыр екен. Яғни адамдардың малдары жоғалып, түсініксіз жағдайлар орын алып жатыр. Тіпті кейбір тұрғындардың айтуы бойынша олар белгісіз бір мақұлықты көрген. Сәлеметсіздер, сіздермен бірге бұл менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз дәл осы оқиғаны бірге талқылап анықтайтын боламыз. Және де бұл видеоның өтірігін де видеоның соңында айтып өтетін боламын. Сондықтан видео басылмай жатып арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды басып кетіңіздер. Қастарыңызға шайларыңызды дайындап қойыңыздар. Дайынсыз ба? Ал енді видеоға кеттік. Алдымен ауылда жалпы не болып жатқанын анықтап алайық. Бұл записте ауыл тұрғыны мақұлықтың адамдардың малдарының қанын ішіп кететінін жайлы айтып жатыр. Қан сорған бес қой. Тоқтардың мойын жұлып, қанын ішіп отыр екен, тек қанын ішіп отыр екен. Біраз тағы көрші үйлердің, көршілерінің қойларын жеп қойыпты. Оған ләж болса түнде болып отыр екен, түнде. Сізде ләж болса балдарына, жас балдар тұра бермеңіздер. Ана Амангелдіде дейін бір жақтағы. Тоғай жағында оны енді іздеп әрекет қылады екен. Бәрі көріп отыр екен әрекет. Дронмен көреді болды. Ләж болса малдарыңызға кешке таман тоғайда қалып кеткен малдарыңыз болса, жас балдар ләж болса арасын. Қараңғыда ләж болса жүрмесін. Және де менің бір байқаған затым, бұл мақұлық түнде ғана шабуыл жасайды. Және де тек бір түннің ішінде бір ауылға шабуыл жасап қоймай, бірнеше ауылға шабуыл жасап үлгереді екен. Қуаныштысы, қазірге адамға шабуыл жасалмаған. Бұл мақұлықтың фотолары желіге тараған болатын, бірақ та ол фотоларды көрген адамдардың ойы екіге бөлінді. Бірінші жақ бұл рас, иә, шын деп жатса, ал екінші жақ болса, бұл жасанды интеллекттің көмегімен жасалған фотолар, бұл өтірік деп жатыр. Бұл фотоларды көріп, мен бұл мақұлықтың қандай құбыжық түріне жататынын анықтаған болатымын. Және бұл чупакабра. Чупакабра бұл негізінен аңызға айналған криптид. Яғни ғылымда нақты дәлелденбеген болса да, адамдар көрді деп тарап кеткен. 1990 жылы алғаш рет Пуэрто-Рикода танымал болған болатын. Ал кейін Мексика, ақш, Латын Америкада көрінді деген сыбыздар өршіп жүрді. Көбіне ауылдағы мал, ешкі, тауық, қой, әртүрлі жануарлардың қанын сорып кетеді екен. Ал енді оқиғамызға оралайық. Дәл осы істерді тексеру үшін бір топ жігіт ауыл тұрғындарынан сұхбат алған болатын. Және де дәл сол видеоны қазір өздеріңізде көрсеңіздер болады. Мінекей. Міне жаңағы біз көршісіне келдік. Ол да білетін бар екен. Апке? Осы жақында туындаған құбыжық туралы не айтарыңыз бар сіздің? Елдің бәрі шуылдап жатыр. Өзім итім де жоғалып кетті міне. 4 күн болды бүгін, 4-ші күн. Жақсы болар еді сол не екенін анықтасақ. Осы ауылымызда сондай бәле пайда болды бізді. Қойымызды да, тауығымызды да асырап отырмыз міне. Қойымызды да қырып баратыр мына, итім де жоқ, көш еркін де қырып жатыр міне. Білмейміз енді мына сенсабет не болып енді бір шара қолданса деп отырмыз енді. Өзімізде түнде ғой бұл іс болатын болса ұйықтап жатамыз. Біз ештеңе көрген жоқпыз, өліп қалады бәрі. Сіздер де бір шара қолданып бір көмек берсеңіздер жақсы болар еді. Не екенін анықтап, қандай хайуан екенін. Көріп тұрғанымыздай, ауыл тұрғындары да бұл мақұлықтың бар екенін растап жатыр. Иә достар, олардың әңгімесінен кейін тіпті өзімде күмәнімді кішкене болсын азайтқан болатынмын. Және де адамдардың сипаттауы бойынша бұл мақұлықтың бойы 1 метр, басы итке немесе құсқа ұқсайды, және де артында қанаты бар, 2 аяқтап жүреді. Ойлап көріңіздер достар, түнде дәл осындай мақұлық алдарыңыздан шықса, не істер едіңіздер? Дәл осы жағдайды ауыл тұрғындарының біреуі бастан өтірген болатын. Мінекей оның видеосы. Алдыма түсіп жүрдер, алдыма түсіп жүрдер. Алдыма түсіп жүр. Алдыма түсіп жүр. Қайсы? Алдыма түсіп жүр деймін. Қара. Видеода көргендеріңіздей әкесі мен балалары айдалада кетіп бара жатыр. Және де әкесі баласын қорғап жатыр. Оның сөзіне мән берсек, ол жалпы бұл мақұлықтың өзін қуалап бара жатқанын айтып кеткен. Және де барынша одан қашып бара жатыр. Тіпті басқа видеосында олар орманның ішінде мақұлықты кездестіріп қалған. Әрине достар, бұл видеоларды сіздер де желден көре аласыздар. Бұл мақұлықты көбісі іздеген және де түнде шығатын болған соң барлығы тырысқан. Ауыл тұрғындары, жергілікті полициялар, бірақ әлі бұл мақұлықты
таба алмай жатыр. Дәл осы іс бойынша жақында ютубер-блогер Жақсылық Бақытжан да оны іздеуге кіріскен болатын. Қазір мен сіздерге олардың мақұлықты қалай іздеп жүрген видеоларын көрсететін боламын. Тамашалаңыздар. Бұл видеода Бақытжанның қасындағы жігіт ауыл тұрғындарынан мақұлық жайлы сұрастырып жатыр. Ал ол кісінің жауабы: Аға, не дейсіз өзіңіз? Жалпы сол құбжық немесе шибөрі деп жатыр ғой. Ал түсініксіз нәрсе ғой. Біреу енді көріпті. Қазір өз-өзіне кеп бол. Білмедім. Ал келіскен жоқ мұны. Абай болыңдар. Абай болғанда шибөр болуңдың. Матрастарың бар ма? Жақсылап жатыңдар. Бірақ енді әкел телефон. Айналайын. көріп тұрғандарыңыздай барынша сақ болыңдар деп уайымдап жатыр. Кейінгі видеоларда іздеуге шыққан кезде әртүрлі дауыстар шыққанын айтты, және келесі видеода ауыл жігіттермен әртүрлі жерлерді қарастырып жүргенде олар мақұлықты кездестіріп қалады. Көріп тұрсыздар ма достар? Жақсы. Біз нақта жүріп алып, мысалы, аналардың жеріндегі тауып алдық па? Әрине камераға анық түспеген, тіпті оны көре алмаймыз да. Олардың айтуы бойынша алдарында су болғандықтан арғы бетке өте алмаған. Жалпы оқиғаның негізін түсіндік, бірақ та неге өтірік деп жатқанымды түсінбеген боларсыздар. Кейбіреулері әлі бұл оқиғаны шын деп ойлауы да мүмкін. Қазір мен сіздерге неге өтірік екенін нақтылап түсіндіріп беремін. Дайынсыз ба? Кеттік ендеше. Біріншіден, бұл мақұлық чупакабраға ұқсайды. Ал чупакабра деген мақұлық ол жай ғана аңыз. Ол көбінесе әртүрлі әңгімелер мен көптеген қауесеттерде кездесетін миф. Екіншіден, осы кезге дейінгі сіз көрген мақұлықтың фотолары өтірік, яғни олардың барлығы жасанды интеллект арқылы жасалған. Иә достар, қазіргі кезде жасанды интеллект қатты дамып жатыр. Тіпті соңғы кездері шындық па өтірік пе айыра алмай қалдық. Егер де сенбей жатсаңыздар, дәл осы видеодан кейін сіздердің ойларыңыз міндетті түрде өзгеретін болады. Тамашалаңыздар. Мен мына жерде жазған ғой енді чат-ТВ-ге. Мына жерде жоқ енді мына бассейн тұр. Соның жанына енді сурет салып беріңіз дедім да. Қазіргі өтірік лайк, комментарий жинаудың несі. Осыны маған салып жібер дедім. Мақұлықтың суретін чат-ТВ, GPT ма, GPT ма, не еді? Жазыңыздар. Болмайтын нәрсеге неғыл елікте бермеңіздер, болмайтын нәрсеге. Көріңіздер ма? Кәдімгідей тұр ана жерде. Видеода көріп тұрғандарыңыздай әлеуметтік желіні шулатып жатқан мақұлықтың фотосын жай ғана жасанды интеллектке сөздер жазу арқылы өзінің фотосына көшіріп алды. Иә, бұл қазіргі заманауи заманда таңғаларлықтай іс емес. Үшіншіден, көп адамдарда қазір мынандай сұрақ мазалап жатқан шығар. Егерде бұлардың барлығы өтірік болатын болса, ауыл тұрғындардың малдары қалай өлді және неден? Сонда просмотр үшін істеген бе дегенде, қазір мен сіздерге осыны дұрыстап түсіндіріп беремін. Негізі ауыл тұрғындарының малдары қырылып қалғаны рас, бірақ оларды қырған мақұлық емес. Бұл жай ғана ертегі, оны ары ысырып тастайық. Оларды қасқыр қыруы әбден мүмкін. Ал бұл мақұлық жай ғана жастардың әзілдеп жасанды интеллекттің көмегімен жасаған фотосынан тарап кеткен өтірік әңгіме. Сондықтан ондай жасанды интеллект жасаған фотоларға мүлдем сенбейік. Иә достар, Қазақстанда осындай жағдайлар өте көп, және де олардың көбісі нақты зерттелмеген. Тіпті бұл оқиға әлі өрбуде, яғни әлі толық зерттеліп біткен жоқ. Сондықтан біз нақты жауапты дәл осы оқиға аяқталғаннан кейін ғана біле аламыз. Сіздермен болған мен бұл мистер Жанс. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Біз қоштаспаймыз. Біз келесі видеоларда көрісеміз.